Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер ме? Бізге көршінің балалары кетті ғой. Келе қойыңдар. Я, сіздерге қонаққа келдік. Сіздер асықпен ойын ойнап отыр екенсіздер ғой. Бәрекелді. Қандай асық ойынын білесіңдер сендер? Қанталапай. Бәрекелді, қанталапай ойынын білесіңдер ме? Ал айта ғой. Ойын бізді жылдамдыққа және емшоққа үйретеді. Ойын барысында бір-бірімізге кедергі жасамайын, тәртіп сақтаймыз. Ал ондай болса балалар, қанталапай ойын ойнаймыз да? Бәрекелді, ондай болса жүріңдер, қанталапай ойын ойнайық. Балалар, біз қазір қанталапай ойында білесіңдер ғой, хан асығын белгілейміз, иә? Хан асығы бізде қызыл болады. Түсінікті ғой балалар? Қазір хан асығы кімнің қолына түссе, сол асық атуға бірінші мүмкіндік алады. Одан кейін кім қолына көп асық жинайды, 3-4 асық жинайды, соны санаймыз да, сол бала екінші мүмкіндік алады. Талапай, талапай, табылдойын алақай. Талапай, талапай, табылдойын алақай. Ал асық жинаймыз. Жина. Бәрекелді. Ал хан асығы кімде? Бәрекелді. Бізде хан асығы Абзалға түсіпті. Абзал онда бізде бірінші атуға мүмкіндік алады. Ал қолымыздағы асықтар санайықшы, кімде қанша асық? Екеу. Түсінікті ме? Ал ондай болса асығымызды дізейік. Асықтан бір асық алқаңдар да қалған асықтан дізіңдер. Хан асық қолыңа ұстап алып, ана асық дізе ғой. Діземіз асықты. Жоқ, біреуін ғана дізесің, біреуін алып қал қолыңа. Бір асық алып қал ғой, Омар, бір асық алып қал қолыңа. Ал ондай болса бізде хан асығы Абзалға түскендіктен Абзал бірінші атуға мүмкіндік алды, иә? Абзал ата ғой. Бәрекелді, Абзал бір асық ұтып алды, иә? Келесі бізде Ерназар, келе ғой Ерназар. Абзал келе ғой менің қасыма. Бәрекелді Ерназар екі асық ұтып алды. Келе, үшінші Мұхаммед, кел. Мұхаммед, ата ғой. Ой, Мұхаммед бізде асыққа тегіз алмай қалды. Ал онда болса Мұхаммедке сұрақ қояйық, ә? Мұхаммед, сен қазақтың қандай несін, ұлттық ойынын білесің? Ой, бұл Абзалдың асығы тимей қалды, иә? Абзал, онда Абзалға сұрақ қоямыз, иә? Екінші рет мүмкіндік алуға. Абзал, сен қандай төрт түлік малды білесің? Түйе. Дұрыс. Абзал онда қайтадан асық атуға мүмкіндік алды, иә? Абзал дәл деп ата қояйық. Бәрекелді, Абзал бір асық ұтып алды. Мен тағы да бір асық ұтып алайын. Бәрекелді. Бүгін бізде жеңімпаз Абзал. Алақай. Апа, мен асық ойыннан 4 асық ұтып алдым. Ой, жарайсың, керемет. Достар, жүріңдер, тамақтанайық. Бата-бата батпасын, бақан жерге жатпасын деймін. Жауышын заттар қанымды мол болсын.